Kızlar karanlığı beni yapmayın. Tamam isteyince. Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Сәлем. Сессияларың қалай өтті? Сәтті ме бәрі? Ал жазғы сессияны аяқтадық ау. Бұл бір атап өтуге сылтау болып тұрған сияқты. Қалай ойлайсыздар? Иә, Жомартбекпен келісемін. Бұны атап өту керек деп ойлаймын. Маған бір күшті ой келіп тұр. Қазір байқау жасаймыз. Әрқайсымыз ортаға шығып, өз өнерлерімізді көрсетуіміз қажет. Келісесіңдер ма? Қызық ойын деп тұрған сияқты. Ең бастысы жеңімпазға сыйлығымыз бар. Жігіттер қалаған қызын таңдап, оның бетіне сүйе алады. Қыздар қалаған қызын, ал қыздар жігіттерге өз тілегін айтып, оны орындата алады. Төреші. Майра. Олай болса, мен бастайын. Қыздар, менің ең жақсы өнерім анау емтихан алдында жасырын қағазды жақсылап тұрып жазып алып, кейін соны әдемілеп тұрып көшіріп беру. Я, ең қызығы бар емес пе? Менің көздерімнің шыншыл болып көрінетіндігі соншалық, оқытушыларды қойып, тіпті мен өзім сеніп қаламын. Зайкүлдің тапқырлығын қараңдар, ұсталмай көшіріп алыпты. Ендеше Зайкүлге сыйлық. Олай болса, екі жігіт бірдей, Ербол мен Жомартбек менің бетімнен сүйсін. Қуана. Ендеше кім? Келесі мен болағайын онда. Қандай өнерің бар? Поэзия, Мағжан Жұмабаев. Сүй, жан сәулем, тағы да сүй, тағы да жылы, тәтті, утарады қаныма. Бұл ләззаттың бір минутын бермеймін. Патша да, бүкіл дүние малына. Сүй, жан сәулем, тағы да сүй, тағы да жылы, тәтті, утарады қаныма. Бұл жалғаннан бірақ нәрсе тілеймін. Бітпесе түн атпаса екен таныда. Енді сыйлығыңды алып қалған қызыңның бетінен сүй. Ал қалаған десең, ендеше мен сенің бетінен сүйейін. Сіздің қандай өнеріңіз бар? Ал мен сендерге дана өлердің сөздерін оқып берсем. Махаббат бар жерде көз жасы қоса жүреді. Мұқият тыңдап алыңыздар, өйткені бұл үнді жазушысының кітабынан алынған махаббат туралы үзінді. Махаббат жайына келетін болсақ, оның мәні адам теңдесі жоқ өзгеше рахат беретіндігінде. Кеудесінде махаббат кернеген жанның ойлайтыны өмірдің өзгеше сол рахатына жету ғана болатын. Жүрегінде махаббаттың нұры түскен жанның жай жұрттан өзгешелігі оның айналасының бәрі күліп қуанып тұрғандай күйде болатын. Жүректі кернеген осы қуанышқа жету үшін адамдар аса қиын ерліктер жасауға дейін барып, қауіпті іс, қатерлі жанжалға дейін тәуекел етеді. Деген керемет сөздер. Сыйлығыңызды ала берсеңіз болады. Қалаған қызыңыздың бетінен сүйейсіз. Ал ойынның шарты бойынша әрқайсымыз бір ерекше өнерімізді көрсету керекпіз. Олай болса, қаласандар менің анамның нақыл сөздері бар, оқып берейін. Әрине. Адамды жазғыруға асықпа. Алдымен өзіңе қара. Алдымен қателікті өз бойыңнан ізде. Жақсы магнитқа тартылған шегедей адамға адамдар өзі де тартылады. Егер маңайында ешкім болмаса, онда жақсы адамды өзің тап, оған өзің тартыл. Бойына жақсы қасиеттер жина. Тірі адамның бар бақыты, бар қызығы жер бетінде. Оған көкке ұмтылудың немесе о дүниеден үміт етудің қажеті жоқ. Сол себепті бар терді төгіп, барша оймен ақылды жұмсап, жер бетін тұрған үйінді жұмсақ ете біл. Махаббат барша байлықтан күшті, бірақ күштіге де көмек керек. Сол сияқты махаббат та өзін байлықпен барлықтың қоса қолдауын ұнатады. Екі адамның бір-біріне шын ықыласпен қызмет етуді араларындағы шын махаббат не асыл достықтың арқасы. О, Ментай, нағыз жүректен шыққан сөздер екен. Сыйлығыңды ала бер. Маған сыйлық керек жоқ, Майра. Бұл менің ойларым емес. Бұл менің анамның ойлары.